2024 жылы мына айфондарды мүлдем алудың қажеті жоқ. Ол бірінші кезекте бұл пенсияға шыққан телефондар. Ол iPhone X, XR, XS Max, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6 бұлардың мүлдем алудың қажеті жоқ. Бірінші кезекте бұлар iOS жаңартулар жүрмейді, ескірген, енді қолданыстан шыққан телефондар. Одан кейін екіншісі менің ең жек көретін айфондардың ішінде телефондар, ол әрине iPhone 14 Pro емес, Pro Max емес, дәл iPhone 14. Не үшін? Бірінші кезекте ол да ешқандай да iPhone 13-ке қарағанда ешқандай да бір өзгеріс болмады. Енді көзге көрінетіндей ше. Сондықтан да маған ол кәдімгі көңілімді қалдырған телефон болып саналады. Сондықтан да оның мүлдем алудың қажеті жоқ. Сөзін ашық керек. Ақшаң үнемдеп iPhone 13 алсаң да дұрыс болады. Одан кейін келесі ол iPhone SE кнопкалы телефон. Сіздер қай заманда көріңіздер достар, кнопкалы телефонды әлі күнге ұстап жүрген. Олардың дәуірі өткен. Сондықтан да менің ойымша осы айфондарды дәл қазір кезде алудың қажеті жоқ. Сіздер